Құрметсіңдер ме балалар, бүгін 141-ші сабақта біз қағаз ақша тақырыбын жалғастыратын боламыз. Бірінші есеп. Саяхатшылар мұздықтарды көруге бару үшін автобусқа билет сатып алды. Ересектерге арналған билет 800 теңге, ал балаларға билет 500 теңге тұрады екен. Әрбір билеттің бағасын әртүрлі қағаз ақша мен монетамен қалай жинауға болады? Балалардың билетінің қарайғы 500 теңгелік. Оған бір тал 200 теңгелік, бір тал 100 теңгелікпен алсақ болады. Немесе бір тал 200 теңгелік, 3 тал 100 теңгелік монетамен алсақ болады. Ал үлкендердің 800 теңгелік билетін бір тал 500 теңгелікпен, бір тал 200 теңгелікпен және бір тал 100 теңгелікпен алсақ болады. Немесе 2 тал 200 теңгелікпен және 4 тал 100 теңгелік монетамен алсақ болады. Екінші есеп. Есептерді шығар. А вариантында мұздықты зерттеушілер дүкеннен жолға 500 теңгеден 2 қалбыр мұқтырылған ет және 250 теңгеден 4 қалбыр балық сатып алды. Олар сатушыға 5000 теңге берді. Сатушы оларға қанша теңге қайтару керек? Жазайық. Ет 500 теңгеден 2 қалбыр, балық 250 теңгеден 4 қалбыр. Берілгені 500 теңге, қайтарылғаны сұрақ белгісі. Енді 5000-нан аламыз. Олар 5000 теңге беріп тұр ғой. 5000-нан аламыз. 500 көбейтілген 2 қосу 250 көбейтілген 4. 500-ді 2-ге көбейтсек 2000 бола, 1000 теңге болады. 250-ді 4-ке көбейтсек 1000 теңге болады. Яғни 5000-нан 2000-ді аламыз, сонда 3000 болады. Сатушы оларға 3000 теңге қайтарды. Әні шығарайық. Жас альпинист дүкеннен спорттық арқаның 1 метрін 250 теңгеден сатып алды. Осында 3 метр арқан қанша тұрады? 4 метр арқаншы, 1 метр 250 теңге тұратын болса, 3 метр арқанды қалай табамыз? 3-ті 250-ге көбейтеміз. 750 теңге тұрады екен. Енді 4 метр болса 4-ті көбейтеміз 250-ге, сонда 1000. Яғни жауабы 3 метр арқан 750 теңге, 4 метр арқан 1000 теңге тұрады екен. Үшіншіде бізге кесте бойынша есептер құрастырып оларды шығарыңдар дейді. Бізге каска берілген екен, велосипед айдағанда қорғайтын бас киім, олардың бағалары бірдей екен, екеуінің бағасы бірдей. Бірақ біреуінен 3 дана, біреуінен 2 дана алынған. Сонда оның құны қанша дейді, Екіншісінің құны белгілі, ол 6000 теңге екен. Енді жазып алайық. Бірінші құны белгінен жазып алайық, Қоңыр каска 2 дана 6000 теңге тұрады. Ал жасыл каска 3 данасы сұрақ белгі қанша теңге? Бірақ белгісі 3 данасы бар бізде, Енді шешеміз. 6000-ды 2-ке бөлек, сонда 3000 болады. Яғни бір бас киімнің бағасы 3000 теңге екен. Енді 3000-ды 3-ке көбейтеміз, сонда 9000. Яғни жауабы 3 данасын 9000 теңгеге алады. Енді ә вариантын қарайық. Бұл жерде бізге көзілдірік берілген екен, 2 көзілдірік берілген, екеуінің бағасы 2 түрі. Біреуі 5000 теңге тұрады, екеуіншісі 3000 теңге тұрады, Сандарды бірдей. Енді құны біреуінікі 10000 теңге тұрады, екіншісінің құны қанша дейді. Енді шығаруын жазайық, 10000 теңгені 5000 теңгеге бөлейік. Сонда 2 көзілдірік алған екен, Енді астындағы 3000 теңге тұратын көзілдірікті 2-ге көбейтеміз. Сонда ол 6000 теңге тұрады. Яғни жауабы екінші көзілдіріктің құны 6000 теңге. Төртінші есепте теңдеулерді шешіп, әр суретте қандай мұздық бейнеленгенін анықтаңдар дейді. Бізге 4 түрлі теңдеу берілген екен. Сол теңдеулердің шыққан сандарын мына жерге қоямыз да, осы жерде қандай мұздық екенін табамыз. Бірінші теңдеу y бөлу 4 тең 318 бөлу 3. Y бөлу 4, 318-ді 3-ке бөлсек 106 болады. Енді y табу үшін 106-ны 4-ке көбейтеміз, сонда y-іміз 424 екен. Енді y-тің орнына 424-ті қоямыз. Сонда теңдіктің екі жағы да 106 болады екен, 106 тең 106. Енді екіншісі x бөлу 2 тең 750 бөлу 6. X бөлу 2 тең 750-ді 6-ға бөліп аламыз, 125 шығады екен. Енді x-ті табу үшін 125-ті 2-ке көбейтеміз, сонда x-іміз 250 болады екен. Енді x-ің орнына 250-ді қояйық, 250 бөлу 2 тең 750 бөлу 6. 250-ді 2-ке бөлсек 125, 750-ді бөлсек 125. Үшіншісі y қосу 565 тең 207 көбейту 4. Y қосу 565 тең 207-ні 4-ке бөлсек 828. Y тең 828 алу 565. Сонда y-іміз 263-ке тең болады екен. Енді 263-ті y-тің орнына қояйық. 263 қосу 565 тең 207 көбейту 4. 263-ке 565 қосақ 828 болады. 828 тең 828. Төртіншісі y алу 120 тең 203 көбейту 3. Y алу 120 тең 203-ті 3-ке көбейтсек 609 болады. Енді y-ті табу үшін 609-ға 120-ны қосамыз. Сонда y-іміз 729 болады екен. Енді 729 y-тің орнына қояйық. 729 алу 120 тең 203 көбейту 3. 729-дан 120-ны алсақ 609 болады. 203-ті 3-ке көбейтсек 609 болады.
Бесінші есепте амалдардың орындалу ретін анықта және есепте дейді. Бірінші есепке қарайық. 876 бөлу 2 алу 672 бөлу 4 қосу жақшаның ішінде 1000 алу 703. Енді бірінші біз жақшаның ішін орындаймыз. 1000-нан 703 аламыз. 297 болады екен. Екінші 876-ны 2-ге бөлеміз. 438 болады. Одан кейін 672-ні 4-ге бөлеміз. 168 болады. Енді 438-ден 168-ді аламыз, алуды орындаймыз. Одан кейін содан шыққан санға жақшаның ішіндегіні қосамыз. Сонда бұл өрнегіміз 567 болады екен. Екіншісін қарайық. Жақшаның ішінде 315 көбейту 3 алу, 179 көбейту 4 жақшаны жабамыз. Алу 65 қосу 768. Алдымен жақшаның ішіндегі көбейтулерді орындайық. 315-ті 3-ке көбейтсек 945 болады. 179-ті 4-ке көбейтсек 716 болады. Енді екеуін бір-бірінен аламыз. Сонда 229 болады жақшаның іші. Енді осы 229-дан 65-ті аламыз. 164 болады. 164-ке 768-ті қосамыз. Сонда 932 болады. Алтыншы есепте бізге есепті шығарыңдар дейді. Мұзтаудың су бетіндегі бөлігінің биіктігі 15 метр, ал су астындағы бөлігінің тереңдігі одан 6 есе артық. Мұзтаудың жалпы ұзындығы неше метр дейді. Жазып алайық. Биіктігі 15 метр, тереңдігі белгісіз, 6 есе артық. Бірақ белгісі. Енді шығарамыз, 15 биіктігіне қосу 15-ті 6-ға көбейтеміз. Сонда 90 болады, 15-ті 90-ға қоссақ 105 болады. Яғни жауабы мұзтаудың жалпы ұзындығы 105 метр. Вариантында кері есеп құрастыр және оны шығар дейді. Қалай құрастырсақ болады? Мысалы, біз білмейміз, биіктігі, су бетіндегі биіктігі қанша екенін біз білмейміз, бірақ су астындағы тереңдігінің 90 метр екенін білеміз. Сонымен жалпы ұзындығы 105 метр екенін білеміз. Енді осыны жоғар жағындағы көрініп тұрған биіктіктің қанша екенін есептеп шығарайық. Биіктігі сұрақ белгісі, тереңдігі 90 метр, жалпы ұзындығы 105 метр. Жауап шешуі 105 алу 90 көрінбейтін бөлігін алып тастаймыз ғой енді бір жалпы ұзындығынан. Сонда 15 шығады. Яғни жауабы мұзтаудың су бетіндегі бөлігінің биіктігі 15 метр. Жетінші есепте сызба бойынша өрнектер құрастырып, олардың мәнін тап дейді. Бізде мына жерге берілген екен 5, қасында 121 тұр, сонда шығатыны 605 болады. Значит, бұл жерде көбейту тұр, 5-ті 121-ге көбейтсек 605 болады. Ал астында 120 тұр, яғни 5-ті 120-ға көбейтсек 600. Енді 600-ден қандай да бір санды қоссақ 605 шығу керек. Әрине 5-ті қосамыз, сонда 605 болады. Екіншісі де сондай, 4-ті 109-ға көбейтсек 436 болады, белгісіз сан, 436. Ал астын қарайық, 4-ті қандай да бір санға көбейтсең, астында бір сан шығады деп тұр, ол 110 болу керек. 4-ті 110-ға көбейтсек 440 тұрады. 440-тан 4-ті алсақ 436 болады. Астында 7 тұр, қасында 102 тұр, 7-ні 102-ге көбейтеміз, 714 болады. Астына 700-ді 101-ге көбейтеміз. Сонда 707 болады. Енді 707-ге бір сандық қоссақ 714 болу керек. Әрине ол 7 болады, 707-ге 7-ні қоссақ 714 болады. Енді 6-ны 119-ға көбейтеміз, 714 болады. Астында тұрған 6-ны 120-ға көбейтеміз. Сонда 720 болады. Енді 720-дан 6-ны алып тастаймыз, сонда 714 болады. Осындай өрнектер құрастырдық. 8-ші есепте фигуралардың қабырғаларының ұзындығын өлше, олардың ауданын тап дейді. Сендер сызғыштармен мынаның ауданын өлшесеңдер болады. Ауданы А-нікі 4 см, В 2 см болады. Енді ұзындығы 4 см, ені 2 см болып тұр. Енді осының ауданын тапқанда, сендер білесіңдер, ауданның формуласына S тең А көбейтілген В. Бұл жерде А мен В бізге белгілі, S тең 4 көбейтілген 2, яғни 8 см болады. Фигураның ауданы 8 см. Енді мына жердегі шаршына қарайық. Шаршының А тең 3 см сызғышпен өлшесеңдер, әр жағы 3 см болып тұр, барлығы жағы. Енді осының ауданы табуымыз керек біз. А ауданды табу үшін, сендер білесіңдер, А көбейту А, шаршыныкі. S тең 3 көбейту 3 тең 9 см. Яғни жауабы фигураның ауданы 9 см. 9-ші есепте 5 монетаның біреуі жалған. Ол басқасынан жеңіл. 2 рет өлшеп, жалған монетаны қалай табуға болатынын тапты, 100 теңгелік монеталар берген, соның біреуі жалған, жеп жеңіл екен. Енді біріншісіне қалай өлшейміз? Бірінші өлшегенде таразының табақтарына 2 монетадан саламыз. Егер ол тепе-теңдікте болса, онда қалған монета жалған болады. Енді бір жағына 2 саламыз, бір жағына 2 саламыз, сонда 4 салынды ғой. Біреуі жерде қалды. Енді 2 тепе-тең болса, значит, жердегі монета ол жалған болады. Ал егерде тепе-тең болмаса, онда жалған монета жағы таразының сол жеңіл табағында болады,
Енді екінші рет өлшейміз. Екінші рет өлшегенде былай істейміз. Жеңіл жағындағы дәл осындай, егер таразының екі жағындағы, бір жағындағысы жеңіл болып қалды ғой, ондай болса біз екінші рет өлшейміз. Сол кезде жеңіл жағында екі монетаны біреуін бір жағына, біреуін бір жағына саламыз таразының. Сонда жеңіл жағы жалған монета болып шығады. Балалар, осымен сабақ аяқталды. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңдар.